Қазақстан жер қойнауында 33 миллиард тоннадай көмір бар. Өндіру көлемі нарық қажеттілігінен жоғары. Болат Ермағанбеттің шағын зауыты арзан өнімді қымбат материалдарға айналдыруға мүмкіндік береді. Данный проект решает проблему глубокого... Бұл мәселе көмірден экологиялық таза өнім алуға мүмкіндік береді. Олар дизельді жанармай, бензин, ауыл шаруашылығына тыңайтқыштар және минералды бөлшектерден металл қорытпалар. Біздің зауыт ТМД ішіндегі бірінші және техникалық мәселе шешуде бірегей. Шағын зауыт толық автоматтандырылған және 3 блоктан тұрады. Біріншісінде көмірді жанатын газға айналдырады. Ол салқындатылған соң таза синтез газ алу үшін химиялық тазалау блогына түсіріледі. Сосын синтез газ мұржалы реакторға түседі. Катализатордың арқасында моторға сұйық жанармай алынады. Ал алынған технологиялық газ салқындатылып электроэнергияны өндіру үшін газ поршенді құрылғыға түседі. Қалған шлак жоғары температуралы пешке бағытталып, одан металл қорытпалар алынады. Шағын зауыт көмірден көптеген экологиялық материалдар мен электроэнергия шығарады. Ол жылына 100 000 тонна синтетикалық жанармай өндіре алады.